Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 7-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз киім кию мәдениеті. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Құрметті оқушылар, жаңа сөздерді оқиық, жаңа сөздердің аудармасын тауып жазамыз. Сыртқы бейне, ішкі жан дүниесі, киім киесі, бойға қонымды, ой тумауы керек, үйлесімді қорғайды. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы киім тақырыбымен, киім кию мәдениетімен тығыз байланысты екен. Суретте біз киімге қатысты суреттерді тамашалап отырмыз. Кәне балалар, бірге ойланайық. Жалпы киімнің қандай ерекшелігі бар, қандай пайдасы бар, бірге ойланайық. Және киім қандай болу керек? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, киім бірінші адамға ыңғайлы болу керек, және адамға қонымды болу керек. Киім таза болу керек, кір болмау керек, және ең басты қасиеті, ең басты ерекшелігі, киім күннің ыстығынан, суықтан, жауын-шашыннан қорғау керек. Тағы бір ерекшелігі, киім әдемі болу керек, жарасымды болу керек, және киім жинақы болу керек. Біз жалпы киім туралы өзіміздің ойымызды бір арнаға топтастырайық. Ыңғайлы, қонымды, таза, жинақы, әдемі киім әрбір адамға жайлылық тудырады екен. Және киім ыстық суықтан, жауын-шашыннан қорғайды. Қорғайды, как переводится? Защищает. Киім қорғаныш қызметін атқарады екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Киім туралы ойымыз жинақтағаннан кейін, ендеше айтылым тапсырмасы, сұрақтарға жауап беріңдер. Отвечайте на вопросы. Сен киімді өзің таңдайсың ба? Әлде ата-анаңмен бірге таңдайсың ба? Сауалдарға ауызша жауап береміз. Екінші сауал, ата-анаңмен киім таңдаудағы талғамың сәйкес келе ме? Үшінші сауал, киім таңдағанда қандай ерекшелігіне қарайсың? Осы сұрақтар төңірегінде ойланайық. Ендеше, келесі Чеховтың мына бір сөзін қазақ тіліне аударып түсіндір. Переведите на казахский язык, объясните. Осы сөздерді қазақ тіліне аударып, мағынасын түсіндіреміз. Жазылым тапсырмасы. Жақсы. Енді тыңдалым, оқылым тапсырмасына кезек берейік. Мәтінді оқы. Киім кию мәдениеті. Адамның сыртқы бейнесі оның ішкі дүниесінен хабар береді. Өзін ортасына сай, мәдениетті, сыпайы ұстаған, айналасына сыйласымды, қарым-қатынасты болған адамның ішкі дүниесі де әдемі болады. Ішкі мәдениет адамның қоғамда өзін ұстауы мен киім киіс арқылы да көрінеді. Адам өзінің сыртқы бейнесімен де халыққа өнеге көрсету керек. Қонымды киім кию әдебі адамдардың ақыл-ойы, эстетикалық талғамы мен еңбегінің жемісі. Адам ортасына қарай киім таңдайды. Тойға киетін киімді жұмысқа киіп бармайды. Киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шарп салады деген нақыл бар. Адам туралы алғашқы пікір оның сыртқы бейнесіне байланысты туатыны рас. Бірақ қымбат киім киген адам ғана жақсы болып көрінеді деген ой тумау керек. Бұл жерде бойға қонымды, үйлесімді, жинақы киім туралы айтылып тұр. Яғни киім қандай болу керек екен? Ең басты бойға қонымды, жинақы, үйлесімді болу керек екен. Қымбат киімнің барлығы әдемі, жақсы болып көріне бермейді. Киім адамның болмысын, ерекшелігін көрсетеді. Киім кейде адамның мәртебесін көтереді. Кейде адамдарды әдепсіз етіп көрсетеді. Кейде талғамсыз етіп көрсетеді. Жарасымды, қонымды киім киген адам қашанда өз-өзіне сенімді болып көрінеді. Киім адамды суықтан, ыстықтан, жауын-шашыннан қорғайды. Киіміне қарап, адамның жасын, жынысын, қайда жұмыс істейтінін білуге болады. Тігіншілер мен дизайнерлер
жылда мыңдаған киім үлгісін ойлап шығарады. Соның арқасында әр адам өзінің даралығын сақтайды. Басқа адамдармен біркелкі болмауына мүмкіндік туады. Киімнің түрі көп болса, әр адамның өзіне тән стиль таңдауына мүмкіндік туады. Стиль әр адамның мінезі мен қызығушылығына байланысты болады. Яғни әрбір адамның өзінің табиғатына сай, өзінің ерекшелігіне сай стилі болады екен. Соған сәйкес әр адам өз ерекшелігіне, өз болмысына қарап киім киеді. Жалпы тақырыптың мазмұны осындай. Енді мәтіндегі нақыл сөздерге назар аударайық. Киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады деген нақыл сөз бар екен. Бұл нақыл сөздің мағынасы әрине тереңде жатыр, философиялық мәнге ие. Жақсы балалар, мәтінді енді өзіміз оқимыз. Теперь прочитаем текст. Әрбір азат жолда не айтылған? Соған мән берейік. Яғни бірінші азат жолда, екінші азат жолда, үшінші азат жолда қандай ой түйінделеді? Сол төңірегінде ойланайық. Мәтінді жақсылап оқығаннан кейін сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: киім адамды неден қорғайды? Жаңа сабақтың басында айтып өттік, киім адамды жауын шашыннан, ысық суықтан қорғайды. Яғни киім қорғаныш қызметін атқарады дедік. Қонымды киім кию әдебі ненің жемісі? Киіміне қарап адамның несін білуге болады? Төртінші сауал: тігіншілер мен дизайнерлер жылда нені ойлап шығарады? Әрине, көптеген киім түрлерін ойлап шығарады. Бесінші сұрақ: әр адам өзінің даралығын қалай сақтайды? Әр адамның өзіне тән стиль таңдауына не себеп болады? Стиль әр адамның қандай қасиетіне байланысты болады? Бұл сұрақтарға біз мәтінді оқып отырып жауап береміз. Прочитаем текст, отвечаем на вопросы. Әрбір адамның даралығы ол оның стиліне байланысты екен. Тігіншілер мен дизайнерлер жылда мыңдаған киім үлгісін ойлап шығарады. Осы мәтінді оқығаннан кейін сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.